Бүгін таңертең Индирабек шақырып, кішкентай екеуміз Алматыға жолға шығып кеттік. Алматының Кербұлақ деген ауылына менің туған сіңілім тұрмысқа шыққан болатын. Енді бүгін сол сіңілімнің кішкентай ұлы 1 жасқа толып жатыр, соған той жасайын деп жатыр. Мен Луговойдан шықтым, ал Балқаш қаласынан ата-анам, келінім кішкентаймен бірге пойызбен келіпті. Ол кісілер менен ерте 1 сағат бұрын барған, мені күтіп тұрып, барлығымыз бірге барамыз деген болатынбыз. Бірақ мен мына Алматының пробкасын айта алмаймын ғой қыздар. Алматыда пробка ғой, 2 сағат кешігіп бардым, күйеу баламыз күтіп алды. Құдағиларымыз осылай күтіп алып, билеп, шашу шашып, енді күшті керемет көңіл күймен күтіп алды ғой. Мама мен мына жерде құдағиымыз билеп жатыр, папалар мына жақта, құдалар кішкентай немерелерін ұстап тұр екі жақта. Ана жерде қызыл халатта жүрген менің туған сіңілім, мына жерде курткамен жүрген менің туған інімнің келіншегі, менің келіні. Мен де арасында өзімше билеп қоям ғой құдағимен. Өстіп керемет көңіл күймен жетіп алды. Кербұлақ ауылынан менің оқырмандарым бар ма екен? Менің сторисімнен көріп, кейбір оқырмандарым жазыпты, бүгін кездесейік та, сізден Кербұлақ ауылында жүр екенсіз ғой депті, бірақ мен енді үлгермедім, бір күнге барғандықтан. Мына жерде енді жайғасып жатқан жайымыз бар. Мама папа отырып бізге шай беріп, одан кейін тойдың алдында жаңағыдай Құран оқытып, осылай ас берді. Тамағымызды жеп болғаннан кейін осы үйдің үлкен кісісі батасын берді, одан кейін құда деп біздің папамызға берді. Мына жерде жаным сіңілім көңілді жүр ғой, енесі екеуі бірге мына жердің барлығын жинастырып алды. Қандай керемет енең болған аға. Мен де кейде қызығып кетем ғой, енесі бар келіндерге. Келінімнің кішкентай негізі мазасыз екен. Осылай жүрді де қойды ғой көтеріп. Біздің кішкентайымыз ондай мазасыз емес, тфәй-тфәй. Осылай ата-әжесінің қасында отырды. Тамақтан кейін осылай тәттілермен шай берді, одан кейін дем алдық. Таңертең ерте тұрып мама екеуміз прогулкаға шығып қайттық. Мына Кербұлақ ауылын бір айналып өттік. Өте керемет ауыл екен. Мынандай качелялар бар екен. Мама екеуміз сурет видеоға түсіп алдық. Сосын мамаға еркелеп, менің качеляға качетіңіз видеоға түсіріңіз десе, мама бөлдіріп жүр. Қорда тұстыма түспеді, түспеді негізі. Не қылдың, мама? Дәл ортасына мына баспайсың? Әдемі. Бір күн болса да осылай мамаға еркелеп алдым. Мама деген видеоға не суретке түсіре алмайды, айдаланы түсіріп сөйтіп жүр ғой. Сосын үйге кіріп, таңғасымызды ішіп алып, мен кішкентайларға қарадым. Бүгін кешкісін той, соған барлығымыз дайындалып жатырмыз, көйлектерді жөндеп, макияжға жазып қойған. Енді сол жаққа барып, әрі қарай тойға барамыз. Тойдың қызықтарын сіздерге салайын ба, комментарияға жазып кетіңіздер.